Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым? Сіздермен бірге өзгенің өмірі, сіздерге керемет тыңдауын тілеймін. Ендігі кезектегі әңгімені тыңдаңыздар. Кейіпкерлер туралы әңгіме тыңдап отырған досым, неге сенбейсің? Өмір болған соң бәрі де болады. Әр оқиғаның өзіндік прототиптері бар. Мысалы, менің басымнан өткен оқиғаны айтсам, оқырман тұрмақ сенде сенбейтін едім деп басындағы жағдайды баяндай кетті. Менің қазіргі өмірімді көріп, ешкім еш уақытта сондай болды деп ойламасы анық. Үйіп отырған отбасым бар. 2 баланың әкесі, үлкен шаруа қожалығының иесімін. Қалтамда табақтай 2 дипломым да бар. Өзің білесің, ата-анам ерте жол апатынан қайтыс болғаннан кейін нағашы атам мен әжемнің тәрбиесінде болдым. Анам Күләш нағашыларымның жалғыз қызы болған, ал әкемнің үйінде 4 ұл. Бірақ олар бір-біріне өте суық еді. Мені асырап алуға ешқайсының құлқы болмады. Осылайша ата-әженің тәрбиесін алып, сабақты жақсы оқуға тырыстым. Өзің көргендей мектепті озат, беделді оқушылардың бірі болдым. Атамның денсаулығы күрт төмендеп, мен 8-ші сыныпқа келгенде қайтыс болды. Сопиып бір-бірімізге тірек болып, әжем екеуміз қалдық. Оқу бітіргеннен кейін мен университетке түстім. Сол уақытта сендер менен біраз көз жазып қалдыңдар. Стипендияға ілігу үшін күні-түні кітаптан бас алмадым. Арманым оқу бітіріп, әжемді қасыма көшіріп алу. Сол уақыттары аумалы төкпелі заман еді. Қымбатшылық етек алып, барлығы талонмен берілетін болған. Әжемнен ақша алмай, өз күнімді өзім көруге тырыстым. Жаз уақытында студенттердің отрядымен ақша табу мақсатында жұмысқа баруды шештім. Осылайша бізді бастап апарған факультет деканның тәрбие жөніндегі орынбасары Майра есімді мұғалімнің оң қолы болдым. Сол кездері ол кісі менен 17 жас үлкен еді, бірақ өз жасынан өте жас көрінетін. Естуімше, бір профессордың әйелі болған. Кейіннен профессор қайтыс болып, жалғыз қалған. Жүріс-тұрысы, сөйлеген сөзі, сықылдап күлгені барлығы жас қыздарда еді. Бұрын қыздарға онша мән бермейтін едім. Кейіннен Майра апайыма ерекше қарайтын болдым. Ол кісі де мені өзіне жақын тартып, үнемі қолдап жүретін. Осылайша бір ай ішінде ол кісіні жақсы көріп кеттім. Сырттай ғашықпын. Ол сезімді Майра апайымыз байқайтын сияқты. Үнемі бір сылтау тауып, қасынан табылуға тырысамын. Кешке жастар арасында болатын дискотекаға да бармай, Майра апайдың қасында ғылым жайлы әңгіме бастап, соңы махаббат жайлы да болып кететін еді. Келген соң мен бірден ауылға әжеме тарттым. Бір ай ауылда болып, әжеме болысып, каникул күндерім өте шықты. Ойымнан Майра мұғалімнің қылықтары кетер емес. Сол кезде 2-ші курс студенті өзімді ересек санап, Майра мұғалімге өз сезімімді білдіруді ұйғардым. Қатарлас қыздар мені еш қызықтырмады. Оқу басталып кетті. Майра мұғалімде бір сылтаулармен мені өзінің кабинетіне жиі шақыратын болды. Шақырса, құстай ұшып жетіп барамын. Қасынан кеткім келмейді. Тағы да бір жұмыста шықса екен деп армандап отырамын. Сүйікті мұғалімнің қасынан бөтен ер азамат көрсем, өзімше еркек болып қызғанатынды да шығардым. Ойлағаным бір күнде орындалып, Майра мұғалім маған өзінің саяжайының жұмыстарына көмектесуді өтінді. Бос, жатақханада жатқан жігіт үшін бұл деген таптырмас ұсыныс емес пе? Мен саяжай жұмыстарын реттеп, апайым тәтті тағамдар дайындап, кешкілік, мерекелік дастархан жайылды. Ортаға қымбат коньяк та келді. Спирттік ішімдік ішіп көрмеген мен қыза бастадым. Ақыры қызып отырып, ұстазыма сүйетінімді айтып, еріне сүлікше жабыстым. Апайымда қызып алса керек, еш қарсылық танытпай құшағыма құлай етті. Мен сол күні алғаш рет төсекте еркек болдым десем де болады. Қыздардың қолынан ұстаудан аспаған маған төсек ләззатының бұндай кереметі ерекше көрінді. Бойда қуат тасып тұрған жас жігіт, қасындағы әйел адамға ұйқы берсін бе? Осылайша біз
махаббат майданын бастап кеттік. Сабақтан шыққан соң бірден апайымның үйіне тартамын. Қалтамда өзімнің жеке кілтім де бар. Таза киім, мол тамақ, рахат өмір арасында менің күйім де жақсарып біраз толдым. Сол үйдің еркегіне айналдым. Апайымда күннен күнге жасарып барады. Сабақтан қалмаймын, оқуымды жақсы оқып жүрмін. Топтастарым менің апайыммен ара қатынасымыздан бейхабар. Сезіктенетіндерге алыс туысқаным деп қоямын. Майра апайым Мәскеуде оқығандықтан орыс құрбылары өте көп. Бір күні Мәскеуден Валя есімді құрбысы келді. Үшеуміз көңіл көтеріп, ақыры соңында мені Валя Майра апайымнан сатып алды. Сатып алды деген сөз құлаққа түрпідей тиетінін білемін. Яғни жас жігітпен төсектес болғысы келген Валя Майрадан мені сұрайды. Құрбысының көңілін қимаған апайым мені көндіру үшін саған ақша төлейді. Әжеңді ойласаңшы демесі бар ма? Қызып отырып бұл ұсынысты мен қабылдадым. Осылай бастаған сату жұмысы ары қарай жалғасын тапты. Шынын айтсам, Майра апайым маған клиент жинап қоятын болды. Мен де төсекте әккі серік бола білдім. Клиенттердің барлығы 40-тан асқан, тіпті 50-дегі орыс қазағы бар әйелдер. Сабаққа баруды да азайттым. Ол жағында Майра апай реттейді. Осы қызметімді жасап жүріп, оқуымды аяқтағанша біраз қаржы жинап алдым. 2 жылдай осындай қартаң бай әйелдердің төсекте тілін тауып, қаржымды жинап, басқа қалаға тайып тұрдым. Ол кезде есейгенім бе, Майра апайыма деген махаббатымда өше бастаған. Жинаған қаржыма ойланбастан мемлекеттің сатылып жатқан асхана дүкендерін сатып алдым. Осылайша бизнес әлеміне еніп кеттім. Әжем мен үйленетін жылы көз жұмды. Болашақ жарыма да басымнан өткен оқиғаны жасырмай айтып бердім. Өткеніңе өкінбе, сенің өткен өмірің мен үшін маңызды емес деп, әйелім барлығын дұрыс түсінді деп, досым өз әңгімесін аяқтады. Естімеген елде көп дегендей, мен бұл әңгімені естіп, есеңгіреп отырып қалдым. Бәлкім, шараптың буы болмаса, досым бұл басының өткен жағдайын айтпаста еді. Қаншама жандардың басында біз білмейтін шытырман оқиғалар